Жас жігіт бір қызға ғашық болып, оны өзіне қарата алмаған соң, өзінің жанын дьяволға сатады. Сәлем достар, сіздермен Кинотайм каналы. Бүгін біз «Ослепленный желаниями» деген фильмді талқылайтын боламыз. Бұл фильмнің басты кейіпкерлері Эллиот деген қарапайым жігіт. Оның жақсы көретін қызы Элисон және дьявол. Жалпы Эллиот деген жолы болмай жүрген жігіт. Оның жұмысындағы әріптестері менсінбейді. Бірақ Эллиот оған қарамастан өзін тастамай күліп жүре береді. Сөйтіп бір күні Эллиот өзінің әріптестеріне кешке жақын бір кездесіп, ішіп отырайық дейді. Ал онымен сөйлескісі келмейтін әріптестерінің барлығы бірдей, бүгін біздің қолымыз бос емес дейді. Сөйтіп Эллиот бармасаңдар бармай-ақ қойыңдар. Өзім отырып ішейін деп барға барса, әріптестері ол жерде Криса болып отыр екен. Сөйтіп олар өтірік көрінбейміз деп беттерін жауып алса, Эллиот оларды танып қойып, көңілді күймен олардың қасына барады. Сол кезде барға Элисон келіп қалады. Ал әріптестері болса Эллиотты ол қызды ұнатып қалғанын түсініп, қасына барып сөйлесті. Сөйтіп Эллиот барып сәлем берсе, қыз оны танымайды. Жігіт оған біз бір компанияда істегенімізге 4 жыл болды ғой дейді. Сосын екеуі ыңғайсыз жағдайға түсіп қалып, қыз жұмыстарым бар деп кетіп қалады. Сосын Эллиот, мен осы қызды сындыру үшін барлығына дайынмын дейді. Сол кезде Эллиоттың алдына бір бильярдтың добы келіп түседі. Допты көтерсе, оны бір қыз шақырып тұр екен. Сөйтіп қызыл киім киіп алған қыз Эллиотқа мен сенің тілегіңді естіп қойдым деп, қолынан ұстап басқа бөлмеге апарып, оны сүйіп, жұмыс бойынша сөйлесейік, мен дьяволмын дейді. Сосын Эллиот оны жезөкше қыз деп ойлап қалып, орнынан тұрып кетіп бара жатса, жаңағы қыз уже басқа киім киіп алып, машинаның үстінде оны күтіп отырады. Сосын қыз оған өзінің бейшара өмірі туралы айтып берген кезде, Эллиот өзін жаман сезінеді. Сөйтіп қыз өзінің дьявол екенін растау үшін жігітке тағы да бір тілек көр дейді. Жігіт оған мен гамбургер мен кола жегім келіп тұр дейді. Қыз қолын сілтеп қалып, болды дейді. Сөйтіп автобус келіп, екеуі барып, ақшасын төлеп, Макдональдстен заказдарын алады. Сөйтіп шығып бара жатса, жігіт оған сенбейді. Сосын қыз тағы да өзінің дьявол екенін растау үшін менің ламборджинимен жүріп көр дейді. Оған таңғалған жігіт мініп алып, екеуі клубқа барады. Түнгі клубқа келген кезде барлығы Эллиотты күтіп алып, оны бір танымал адам ретінде көреді. Клубтың ішіндегі қыздардың барлығы оған сынады. Ал бір официант қыз оған өзінің әжесініңкіндей печенье әкеліп береді. Жігіт таң қалады. Сөйтіп екеуі бөлмелеріне барса, Эллиот оған мен дьяволды осындай әдемі қыз болады деп ойламаппын дейді. Сөйтіп қыз оған нағыз дьяволдың кейпін көрсетеді. Сосын қыз өзіне қайтып келіп, Эллиотқа бір қағаздарды беріп, келісім шартқа қол қой дейді. Сосын дьявол оған айтады: бұл жерде сенің тек қана 7 тілегің бар дейді. Одан кейін сенің жаныңды алып қоямын дейді. Сосын оған: егер келіссең, сенің болашағың осындай Элисонмен бірге болуы мүмкін дейді. Оны көрген Эллиот шартты оқымай-ақ қолын қоя салады. Екеуі келісіп болғаннан кейін дьявол жігітке пейджер деген нәрсені беріп, егер бірдеңе дұрыс болмаса, осының ішінен 666-ны тересің дейді. Сосын жігіт ең бірінші тілегін тілеп, мен бай болғым келеді, Элисонға үйленіп, крутой болайын дейді. Келесі күні ұйқысынан тұрса, Элисон екеуі бір төсекте жатады. Эллиот оған қатты қуанады. Сөйтіп астына түссе, үй қызметшісі тамағын әкеліп тұр екен. Сол кезде Эллиот испанша сайрап тұр. Өзі шок болады. Сөйтіп Эллиот жылқыларына барып рахаттанып отырса, Элисон өзінің ағылшын мұғалімімен бірге құшақтасып жүреді. Сосын Эллиоттың қызметшілері оған Элисон мұғаліммен жүріп жүргендеріне уже біраз болды дейді. Сосын Эллиот Элисонге барып айқайлап ұрсады. Ал Элисон оған оны жек көретіндігін айтады. Екеуінің сөздерін ақыранса келіп бөліп жіберіп, бізде бір проблема болып тұр дейді. Сөйтіп Эллиот шығып, өзінің армиясының көріп шок болады. Складтарына барса, ол өзінің колумбийский наркобарон екенін түсінеді. Сөйтіп армиясындағы бір жігіт келіп, енді бұл жердің егесі мен деп, Эллиотты өлтірейін деген кезде, ол қашып кетіп, вертолетті ұстап асылып тұрады. Сөйтіп бағанағы дьяволды терейін десе, пейджерді жерге түсіріп болады. Басқа амал жоқ екенін түсініп, секіре салып пейджерді ауадан ұстап алып, 666-ына теріп үлгереді. Терген кезде ол бірден шын өміріне қайтып келіп, бір машинаның үстіне келіп түседі. Сөйтіп дьявол айтады: сен нақтырақ ештеңе айтпадың, сұрағаныңды бердім дейді. Сосын дьявол Элисонды жақынырақ білейік деп, оның үйіне барады.
Элистің душта болған кезде дьявол Элистің күнделігін алып, оны оқи бастайды. Бұл түн мен үшін ерекше болды. Мен даже ол жігіттердің есімдерін сұрамаппын да дейді. Бірақ маған олардың мені қанағаттандырғандары қатты ұнады деген кезде Элиот шок болып қалады. Сосын дьявол оған бұл прикол деп күледі. Сөйтіп Элистің душтан шығып, қастарына келген кезде дьяволдың сиқырының арқасында Элистің оларды көрмейді. Сөйтіп дьявол оған күнделігін оқып беріп, Элистің жақсы, қамқор, адал жігіттерді жақсы көретіндігін айтады. Сосын Элиот мен ең қамқор жігіт болғым келеді деп тілейді. Тілегі орындалып, Элистің екеуі пляжда отырады. Сөйлесіп отырып енді сүйісейін десе, 3 жігіт келіп құмды шашып жіберіп, Элистіңге бізбен бірге кеттік дейді. Элистің болса Элиотқа маған нормальный жігіт керек деп, сен ренжіме деп кетіп қалады. Ал Элиот болса көзіне жас алып, жүрегі ауырғаннан кейін қайттан пейджерін теріп, дәл фонтанның ішіне келіп түседі. Сөйтіп Элиот дьяволға, мен енді үлкен мықты адам, баскетболдан чемпион болғым келеді дейді. Сосын Элиот бірден баскетбол матчына түсіп, гол соғып, танымал болады. Оның бойы 2 метр 28 сантиметр болады. Сосын киімін ауыстырайын десе, оған Элистің сынып кездесейік дейді. Сосын Элиот орамалын ашып қалса, оның бір жері кішкентай екен. Сосын Элистің ренжіме деп кетіп қалады. Ал Элиот болса, ұялғаннан қайттан пейджерін алып тереді. Элиот бұл жолы аурухананың ішінде пайда болады. Сөйтіп ендігі тілегі, мен ақылды, әдемі болсам және ең бастысы, бір жерім үлкен болса дейді. Элиот бір вечеринкада танымал жазушы ретінде пайда болады. Оны барлығы құрметтейді. Сөйтіп Элистің келіп танысып, жігіт қызды көтеріп алып бөлмесіне апара жатса, оның бөлмесінде жігіттің күйеуі жатыр. Оказывается, бұл өмірінде Элиот голубой екен. Сөйтіп ол қызға мен голубой емеспін деп қызды сүйіп алады. Бірақ тағыза жолы болмай, Элистің кетіп қалған кезде Элиот амалы жоқтан пейджерін тағы да тереді. Сөйтіп мектептің ішінде пайда болады. Бұл жолы голубой емес, спортшы емес, бір нормальный нәрсе болсын деп Американың президенті болайын дейді. Сөйтіп ақш-тың бұрынғы президенті Авраам Линкольннің орнында болады. Ол өзінің өлетіндігін біліп кетейін десе, Элистің одан қалуын сұрайды. Сөйтіп Элиот пейджерін алып номерді терейін десе, оны өлтіруге келеді. Ол қазір 1 секунд күт деп номерін теріп жұмысының ішіне келіп түседі. Сосын дьявол оған компьютер арқылы хабарласып, сенің енді тек қана бір тілегің қалды дейді. Жігіт оған неге біреу? Менде әлі 2 бар ғой десе, дьявол оған сен біреуін ең бірінші гамбургер жеп құртып қойғансың дейді. Элиот оған айқайлап, сен мені алдадың деп өздерінің церковьтарына келеді. Сөйтіп Элиот церковьтің ішінде не істегендігін барлығын айтып жатса, сол церковьтің ішіндегі адам полиция шақырып Элиотты әкетіп қалады. Сөйтіп Элиот келісім шарт туралы, клуб туралы барлығын полицияға айтып жатса, бір қызметкер қыздың кейпін киіп алған дьявол келіп, оны түрмеге қамақ қояды. Элиот бір қара баклажанмен түрменің ішінде сөйлесіп отырады. Баклажан оған өзінің кеңестерін беріп, мен сенің жай ғана досыңмын дейді. Таңертең Элиотты түрмеден шығарады. Сосын ол дьяволға барып, мен соңғы тілегім келмейді дейді. Сосын дьявол оған, сен тілеуге міндеттісің, өйткені сен келісім шартқа қол қойдың дейді. Сосын Элиот оған, мен барлығына өз күшіммен жеткім келеді деген кезде, дьявол жынданып оны тозаққа жіберіп жүреді. Сол кезде дьявол жынданып тағы да бір мүмкіндік беріп, соңғы тілегіңді айт, болмаса осы жерде өмір бақи қалып қоясың дейді. Элиот сасқанынан, менің соңғы тілегім ең бастысы маған Элистің бақытты болса екен дейді. Сөйтіп барлығы бірден тыныш болып қалады. Элиот не болғанын түсінбей қалады. Дьявол оған, сен келісім шартты заңды түрмен тоқтаттың дейді. Жігіт тағы да түсінбей қалады. Сосын дьявол оған айтады, 6 ғасырдан бері әлі ешкім келісім шартты оқымаған, бәрі бірден қолдарын қоя салады дейді. Бірақ оның бір бетінде, егер де сен адамға жақсылық тілейтін болсаң, сен заңды түрде бос бола аласың дейді. Сөйтіп Элиот қуанып, екеуі жақын дос болып қалады. Сосын Элиот жұмысына барып, Элистіңмен танысайын десе, Элистің менің жігітім бар дейді. Уже өмірді көріп барлығын түсінген жігіт оған сәттілік тілеп кетіп қалады. Сосын бағанағы әріптестері күлген сәтте, уже өсіп қалған Элиот жаңа жігітті ұстап алып, барлықтарыңа бір жерлеріңді қысыңдар дейді. Сөйтіп соңында үйіне қайтып бара жатса,
жаңадан Франциядан көшіп келген әрі Элисонға ұқсаған қызды көріп, оған көмектесіп, екеуі бір-біріне сай келіп, бақытты болып кетеді. Осымен фильм бітті. Достар, фильм ұнаған болса, лайк басып, подписка істеп, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.